Менің қымбатты YouTube каналымның тыңдармандары, қалдарың қалай? Бүгін бізде математика сабағы 2 сынып 95-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы көбейту мен бөлудің белгісіз компоненттерін табуға берілген есептер. Сабақты бастамас бұрын менің каналыма тіркелуді және лайк басуды ұмытпа. Бірінші есеп, есепті шығар. Әжем немерелеріне арнап көрпешелер тікті. Ол күніне 4 көрпешеден тігіп, 6 күнде бітірді. Әжем неше көрпе тікті? Ол үшін біз бірінші қысқаша шартты қарап аламыз. Күніне 4 көрпешеден бітірді, 6 күнде. Көрпеше саны бізде белгісіз. Шешуі: көрпеше санын табу үшін біз 4 көрпешені көбейтеміз 6 күнге, яғни 4 6-ға көбейткенде бізде 24 шығады. Жауабы: әжем 24 көрпеше тікті. Екінші есеп. Әжем күніне 4 көрпешеден тігіп, бірнеше күнде 24 көрпеше дайындады. Әжем осы көрпешелерді неше күнде тігіп бітірді? Қысқаша шартын құрамыз. Күніне 4 көрпешеден дайындады, 24 көрпеше бітірді, белгісіз, бізде неше күнде бітіргені. Шешуі: ол үшін 24-ті бөлеміз 4-ке, тең 6 шығады. Жауабы: әжем 6 күнде тігіп бітірді. Үшінші есеп, есепті шығар. Әжем 24 көрпешені күніне бірнешеуден тігіп, 6 күнде бітірді. Әжем күніне неше көрпеше тікті? Қысқаша шартын құрамыз. Көрпеше саны бізде жалпы 24, бітірді бізде 6 күнде. Енді күніне белгісіз, қанша көрпе тіккені. Шешуі: ол үшін 24-ті бөлеміз 6-ға, тең 4 шығады. Жауабы: әжем күніне 4 көрпеше тікті. Манадан біз шығарған бірінші, екінші және үшінші есептер өзара кері есептер болып саналады. Төртінші есеп. 3 себеттің әрбіреуінде 8 орам жіп бар. Себеттерде барлығы неше орам жіп бар? Осы есепке кері есептер құрастыр және оларды шығар дейді. Осындай мына суретте берілген себеттегідей бізде осындай себеттің үшеуі бар екен. Яғни ішінде 8 орам жіптері бар. Енді қысқаша шартын құрамыз. Себет бізде саны 3, әрбіреуінде 3 орам жіп бар. Бізде барлығы 3 себетте неше орам бар екен табу керек. Шешуі: ол үшін 3-ті көбейтеміз 8-ге, бізде 24 шығады. Жауабы: себеттерде барлығы 24 орам жіп бар. Енді осы есепке кері есептер құрастырамыз. Барлығы бізде 24 орам, әрбіреуінде, яғни әр себетте 8 орамнан бар. Себет саны бізде белгісіз. Шешуі: себет санын табу үшін 24-ті бөлеміз 8-ге, сонда 3 шығады. Жауабы: 3 себет бар. Келесі, барлығы бізде 24 орам, себет саны 3, ал әр себетте бізде неше орам бар екені белгісіз. Шешуі: 24-ті бөлеміз 3-ге, тең 8. Жауабы: әр себетте 8 орам бар. Бесінші есеп. Амалдардың орындалу реті бойынша өрнектер құр, олардың мәнін тап. А нұсқасында бізде бірінші 28 бөлу 4 берілген. 28-і 4-ке бөлгенде 7 шығады. Екінші амал бізде 7-ге 16-ны қос дейді. Бізде 23 шығады. Яғни қандай өрнек шығады? Ең алдымен жақшаның ішін 28 бөлу 4 қосу 16 деп жазып аламыз. Сонда мәні 23-ке тең болады. Келесі ә нұсқасы бізде бірінші амал 11 азайту 7 берілген. 11-ден 7 алғанда 4, яғни екінші амал 16 бөлу 4 дейді. 16-ны 4-ке бөлгенде бізде 4 шығады. Ең бірінші ә нұсқасына біз жазамыз 16-ны бөлу, жақшаның ішінде 11 азайту 7 деген өрнек шығады. Өрнектің мәні 4-ке тең. Келесі өрнек бізде Б нұсқасы. Бірінші амал бізде 8 көбейту 3 беріліпті. 8 3-ке көбейткенде 24. Екінші амал 35-тен 24-ті азайтамыз, бізде 11 шығады. Бұнда өрнек шығады 35 азайту, жақшаның ішінде 8 көбейту 3 деген өрнек шығады. Өрнектің мәні 11-ге тең. Алтыншы есеп. Теңдеулерді шеш. Бізде берілген теңдеу x көбейту 9 тең 27. Бұл жерде белгісіз бірінші көбейткіш. Бірінші көбейткішті табу үшін біз көбейтіндің мәнін бөлеміз белгілі көбейткішке. Яғни бізде 3 шығады. Тексереміз. 3 көбейту 9 тең 27. 27 тең 27 болады. Келесі теңдеу 24 бөлу y тең 3. Бұл жерде белгісіз бөлгіш. Яғни бөлгішті табу үшін біз
бөлінгішті бөлеміз бөліндінің мәніне. Сонда бізде 8 шығады. Тексереміз. 24 бөлу 8 тең 3, 3 тең 3 болады. Жетінші есеп. Есепті шығар. Апам Наурыз мерекесіне арнап қоржындар тоқыды және оларды 4 сөмкеге бөліп салды. Егер әр сөмкеде 9 қоржыннан болса, апам барлығы неше қоржын тоқыды? Осы есепке кері есептер құрастыр. Қысқаша шартын құрамыз. Сөмке бізде саны 4-еу, әр сөмкеде 9 қоржыннан бар, жалпы қоржын саны бізде белгісіз. Енді қоржын санын табу үшін біз 4-ті көбейтеміз 9-ға, сонда 36 шығады. Жауабы апам 36 қоржын тоқыды. Келесі кері есептер құрастырамыз. Енді қоржын саны бізде 36, сөмке саны 4-еу, ал әр сөмкедегі қоржын саны бізде белгісіз. Оны табу үшін біз 36-ны бөлеміз 4-ке, бізде 9 шығады. Сонда жауабы әр сөмкеде 9 қоржыннан бар. Келесі кері есеп. Қоржын саны 36, әр сөмкеде 9 қоржыннан, сөмке саны бізде белгісіз. Шешуі. 36-ны бөлеміз 9-ға тең 4. Сонда жауабы сөмке саны 4-еу екен. Келесі есеп кім жылдам? 8-ші есеп. Өрнектердің мәнін дұрыс тауып, қазақ халқының бірнеше ою өрнегінің біліп ал дейді. Бірінші бізде өрнек 28 бөлу 4 қосу 25. Ең алдымен бөлу амалын орындаймыз. 28-ді 4-ке бөлгенде 7 шығады, 7-ге 25-ті қосқанда 32. Бұл 4 құлақ деген ою өрнек. Келесі 45 бөлу 5 қосу 43. Ең алдымен бөлуді орындаймыз. Бізде 9 шығады, 9-ға 43-ті қосқанда 52 шығады. Бұл бізде құс қанаты деген ою өрнегіміз. Келесі 5 көбейту 7 тең азайту 22. Ең алдымен көбейтеміз. Бізде 35 шығады, 35-тен 22-ні азайтқанда 13 шығады. Бұл жапырақ деген ою өрнек. Келесі өрнек бізде 15 қосу 36 бөлу 4. Ең алдымен бөлу амалын орындаймыз. Бізде 9 шығады, 15-ке 9-ды қосқанда 24 шығады. Бұл ою өрнегіміз қаз мойын деп аталады. Осымен бүгінгі есептеріміз аяқталды. Есептердің барлығы түсінікті деген ойдамын. Егер түсініксіз болса, комментарийге жаза кетіңдер. Сау болыңдар, достарыңмен бөлісуді ұмытпаңдар және каналға тіркелуді, лайк басуды ұмытпаймыз.